Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз әдебиет сабағынан отбасы құндылықтары деп аталатын жаңа бөлімге көшкелі отырмыз. Және бүгінгі сабақтың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала әңгімесі. Танысу. Жалпы бүгінгі сабаққа негізделген оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау болып табылады. Кітаптарыңызда автор туралы, яғни Тынымбай аға туралы толық ақпарат берілген. Осы ақпаратпен толықтай танысып шыққаннан кейін автордың анасын сағынған бала әңгімесін яки хрестоматиядан, яки интернет желісінен толық нұсқасын оқимыз. Өйткені бұдан кейінгі тапсырмаларымыз осы әңгімеге қарай бағытталған. Бірінші тапсырма: төменде берілген сөйлемдердің дұрыс-бұрыстығын жазып шығыңыз. Сіздерге 12 сөйлем беріледі. Осы 12 сөйлем әңгімеде кездесе ме, дұрыс па, бұрыс па, соны белгілейміз. Мысалы, ауылына 4 жылдан кейін оралған кейіпкер Есмағамбет, яғни я дұрыс, я деген жерге птичка қоямыз. Сол секілді 12 сұраққа жауап береміз. Ең жоғарғы ұпай 12 ұпай болып табылады. Содан кейінгі екінші тапсырма: шығармадағы оқиғалардың дамуын дұрыс рет-ретімен қойып шығыңыз. 5 оқиға көрсетілген, соны реттілігі бойынша қоямыз. Мысалы, бұл жердегі ең алғашқысы Сержан мен Есмағамбеттің танысуы. Осылай оқиғалар желісін реттілігі бойынша барлығымыз қойып шығамыз. Ең жоғарғы ұпай бұл тапсырмада 5 ұпай. Одан кейінгі келесі үшінші тапсырмаға кірісетін болсақ, видеоматериалда ұсынылған әннің қайырмасының шығармамен қандай байланысы бар? Әннің мағынасына аса көңіл аудара отырып, анадан артық жан бар ма тақырыбына кішігірім ой толғау жазыңыз. Яғни, осыдан кейін қазір видеода сіздерге бір әннің қайырмасын беремін. Осы ән қандай байланысы бар әңгімемен, соны табамыз, және осы әннің мағынасына аса зер аудара отырып, кішігірім ой толғау жазамыз. Ой толғаудың тақырыбы толықтай ұсынылған. Ендеше мінекей бейнебаян. Бейнебаянды толықтай көрдік. Енді үшінші тапсырма оңай болады, түсінді деген үміттемін. Келесі бұл дескриптор, яғни әр тапсырманың дескрипторы. Бірінші тапсырма бойынша сөйлемнің дұрыстығын табу 12 ұпай, реттілікті көрсету екінші тапсырма 5 ұпай, үшінші тапсырма ой толғау жазу, яғни тақырып мазмұнының ашылуы 1 ұпай, сауаттылығы 1 ұпай, тұжырымдылығы 1 ұпай. Тапсырма өте оңай. Сіздердің жауаптарыңызды кешкі 6-ға дейін күтемін. Ендеше іске сәт оқушылар.